Бәріңе сәлем достар, сіздермен мәңгілік футбол арнасы. Біз сіздермен футбол әлемінің соңғы жаңалықтарымен бөлісуге дайынбыз. Егер бізге қолдау көрсеткіңіз келсе, лайк басып, каналға тіркелсеңіз жеткілікті. Біз видео шығаруды тоқтатпаймыз. Олай болса, көп созбайық, біз бастаймыз. Харри Кейн Баварияға ауысуы мүмкін. Баварияның осы қыстағы басты мақсаты 29 жастағы шабуылшы болуы мүмкін. Дәл қазір Бавария нақты шешім қабылдаған жоқ. Бірақ егер командаға шабуылшы керек деп шешілсе, онда Харри Кейнді сатып алу үшін барлық күш жұмсалады. Бавария Кейннің агентімен хабарласып сөйлесті. Егер Харри шпорлармен келісімшартты ұзартпаса, ұсыныс жасаулары мүмкін екендігін жеткізді. Шабуылшының өзі Баварияға ауысуға қарсы емес. Барселона 18 жастағы жартылай қорғаушы Гавимен келісімшарт мерзімін ұзарту бойынша келісімге келе алды. Фабрицио Романоның хабарлауынша, келісімшарт мерзімі 2026 жылға дейін ұзартылып, ойыншының кету сомасы 1 миллиард евро болды. Ойыншының жалақысы да өсті, бірақ қанша екені әлі белгісіз. Жақын арада Барселона бұл туралы ресми хабарлайды. ПСЖ 5 ойыншымен келісімшартын ұзартуы мүмкін. Бұлардың ішінде Месси мен Рамос та бар. Маркиньос, Кимпемпе, Марко Вератти және Мессимен келіссөздер басталып кетті. Луиш Кампуш жеке өзі Месси мен Рамос тағы да 2 жылға ПСЖ-да қалғанын қалайды. Бұл ойыншылардың қазіргі келісімшарты 2023 жылдың жазына дейін жарамды. Массимилиано Аллегри басқаратын Ювентус әбден күлкі болып бітті. Ювентус тіпті топтан шыға алмайды деген болжамдар орындала басталған секілді. Аллегридің командасында футбол деген атымен жоқ. Роналду кеткен соң Ювентус ойын өрнегін жоғалтып алды. Бұрын Ювентус ойыншылары Роналду үшін ойнаса, қазір өздері алаңда не істеп жүргендерін білмейді. Бұған басты кінәлі адам ол бас бапкер. Өз алаңында толы жанкүйерлердің көзінше Бенфикадан 2-1 есебімен жеңілу бұл өте ұят. Аллегридің өзінің сөзінше Ювентуста топтан шығуға деген мүмкіндік бар, бірақ бұл өте қиын болады. Бұны Аллегри қалай айтып отырғанын түсінбедім. Европада қалқан құлақ кубок үшін күресетін ең үздік командалардың бірі топтан шыға алмамыз мүмкін дейді. Тағы мынаны қараңыз. Футболда айтып түсіндіре алмаймын. Айтатыным тек есеп 2-1 болғанда ойын аяқталған. Біз 3 және 4 голдарды жіберіп алуымыз мүмкін еді. Ойынның соңында бізде бір мүмкіндік болды. Бірақ бұдан ештеңе өзгерген жоқ, деді Аллегри. Шынымен де, футбол жайлы одан не үшін сұрағанын мен түсінбедім. 13 жыл футболшы болып, 19 жыл жаттықтырушы болған адам футбол жайлы қайдан білсін? Бір үздік команданың жаттықтырушы болып, ойыншыларға футболдың не екенін үйрететін адам футбол жайлы ештеңе айта алмайды. Осыдан кейін Ювентуста бір нәрсе өзгеретіні анық. Мысалы, Аллегри жұмыстан қуылуы мүмкін. Ал оның орнына басты үміткер Томас Тухель. Осы маусымға үлкен жоспарларымен бөліскен Челси Томас Тухельдің жұмыстан босатылуын үлкен шоуға айналдырып жіберді. Жаңа бапкер Грэм Поттер өзіне жүктелген үмітті ақтай алмады. Челси тағы да ұпай жоғалтты. Поттердің келгеніне өте аз уақыт болды. Бірақ бұл Чемпиондар лигасы. Бұл жерде кішкентай қателіктер үшін де жазалайды. Бірінші Загребтен, одан кейін Зальцбургтен ұпай жоғалтсаң, алдағы уақытта Европа лигасына кетуің әбден мүмкін. Челси қыста күшеюі үшін плей-офф кезеңіне шығуы керек. Челсиге өз үйінде 1-1 ойнайтын емес, жеңіске жететін ойыншылар керек. Мен үшін әлі де Тухельдің жұмыстан қуылуы үлкен ақымақтық. Месси осы маусымда өткен маусымға қарағанда әлі де қайда жақсы бастады. Аргентиналық әр ойын сайын көзге түсіп жүр. Кеше ПСЖ Маккаби Хайфаға қарсы ойнады және бірінші болып гол жіберіп алды. Бірақ бәрібір Месси мен Мбаппе Маккабиді 2 голмен жазаласа, Неймар ойынның нүктесін қойды. Есеп 3-1. Достар, бүгінгі жаңалықтар осымен тәмам. Видео ұнаса лайк басып, жаңалықтар жайлы өз ойларыңызды комментте қалдыруды ұмытпайық. Және арнаға тіркеліп жатқандарыңыз үшін көп рахмет. Ал біз қоштаспаймыз, келесі видеода кездескенше аман сау болыңыз.